Сәлеметсіздер ме балалар? Дүниетану сабағы тақырыбы менің қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақта балалар сендер электр құралын қолданудың ережелерін білетін боласыңдар. Суреттерге қара. Электр қуаты арқылы жұмыс жасайтын құралдарды ата. Олар қандай қызмет атқарады? Бұл заттарға ортақ қандай қасиет бар? Бұлар барлығы электр құралдары. Электр қуатымен жүреді. Қазір балалар біз сендермен мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бүгінде адамзат тіршілігін электр қуатынсыз елестету қиын. Электр қуаты үйлерді, көшелерді жарықтандырады, үй ішінің жайлылығын қалыптастырады, азық-түлікті сақтауда, тағам әзірлеуде, үйдің ішін тазалауда, теледидарды, компьютерді іске қосуда, кір жуу, кептіру, үтіктеуде қолданылады. Зауыт, фабрикаларда станоктарды, басқа да құрал-жабдықтарды іске қосады. Электр қуатын қолдана білу өте маңызды. Электр құралдарына қандай құралдар жатады? Мына жерге мензерге жазып қоямыз. Есінде сақта. Бұл белгіні электр желісінің бағандарынан, электр торабының есіктерінен көруге болады. Оның мағынасы электр тоғының соғу қауіптілігі. Бұл белгі тұрған жерге жақындама. Қазір балалар, сендер мына бір суреттерге назар аударыңдар. Қараймыз суреттерге. Балалар, осы тұрмыстық құралдарды қолданғанда қандай ережелерді сақтау керек? Ойланамыз, жұптасамыз, талқылаймыз және айтамыз. Ойлануға уақыт беремін. Топтық жұмыс. Бірінші топ ережелерге орай графикалық таңбалар салады. Екінші топ шеңбердің ішіндегі суреттерге электр құралын дұрыс қолданудың ережелерін құрастырады. Үшінші топ ертегі елінің тұрғындары электр құралдарын қолдануды қалай үйренгендері жайлы ертегі әлемі туралы ертегі құрастырады. Ал төртінші топ электр қуатын сақта жаднамасын құрастырасыңдар. Электр энергиясын не үшін үнемдеу керек? Жолын тауып, зерттеп айтасыңдар. Дәптерге балалар, кім көп ереже біледі? Электр құралдарын пайдаланған кезде қандай ережелерді сақтау керек? Кім көп ереже біледі? Сол ережелерді дәптерге жазамыз. Содан кейін біз анықтаймыз жеңімпазды кім көп ереже білетін боламыз. Мына сандар нені білдіреді? Кім біледі? Бұл сандар нені білдіріп тұр? Балалар, мұқият қараймыз. 101 ол өрт сөндіру қызметі. Егер өрт шығып қалса, біз 101 номерін теру керекпіз.
102 ол полиция қызметкерлерінің нөмірі. 103 жедел жәрдем қызметі. Ал 104 ол газ қызметі. 112 ол құтқару қызметі. Естеріне осы нөмірлерді сақтап алыңдар. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Мынау суреттегі киімдерді қай кезде киеді және қандай киімдер бұл? Қайда киіп барады? Ойланамыз, уақыт беремін және айтамыз. Мынау құралдар. Қандай құралдар? Бұл құралдармен не істейді? Қай кезде бұл керек, бұл құралдар? Ойланамыз. Балалар, мына жердегі суреттерді мұқият қарап алыңдар да, жанында сөйлемдер жазылған. Соларды оқып, түсініп алыңдар. Үйге тапсырма балалар сендерге сұрақтар мен тапсырмалар құрастырасыңдар. Осы қауіпсіздік жайлы. Және де ертегі құрастыру. Ертегі елінің тұрғындары электр құралдарын қалай пайдаланды? Сол туралы ертегі құрайсыңдар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.